Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Беркер Мұханов. Бүгінгі видеода мен патофизиологияның ең алғаш тақырыптарының бірі болған сыртқы орта факторларының адам ағзасына әсер ететін тақырыпты талдайтын боламыз. Видео басталмай жатып, кішкене уақытыңызды алатын мына видеоға лайк, комментарий, подпискаңызды ұмытып кетпеңіздер. Бұл әрекеттер өте маңызды. Бізді 80% көрермен тіркелмей қарайды екен, сол себепті тіркеліп қойыңыздар. Біз үшін бұл өте маңызды, мен үшін екен. Сыртқы орта факторларының адам ағзасына әсер деген тақырып бұл логичный түсінікті деп ойлаймын. Яғни сыртқы орта факторлар біздің денемізге, яғни ағзамызға әсер ету арқылы біздің ағзамыздың жұмысына бір кедергі келтіреді. Сол кедергілерді бүгін талдаймыз. Жалпы сыртқы орта факторларын біз 4 түрге бөліп аламыз. Физикалық факторлар, химиялық факторлар, биологиялық факторлар, әлеуметтік, психогендік факторлар деп бөліп алады екенбіз. Енді қараңыз достар, бүгін біз бұның барлығын талдамаймыз. Бүгін біз физикалық факторларды ғана талдаймыз, біздің ағзамызға әсер ететін. Енді сұрақ, не үшін химиялық емес, не үшін биологиялық емес? Себебі патофизиология ғылымы, патофизиология сабағы бұл химиялық, биологиялық, әлеуметтік сыртқы факторлардың адам ағзасына әсерін қатты зерттей бермейді. Себебі бұлардың өз алдына өз ғылымдары бар. Түсінікті ғой? Ал физикалық факторлар көбіне патофизиология сабағында, патофизиология ғылымында өлшеуге ыңғайлы болғаннан кейін, өте көп стандарттарға сәйкес келгеннен кейін, гигиеналық стандарттарға сәйкес келгеннен кейін бір тақырып ретінде ашып талданады. Ал химиялық бұл өз алдына үлкен бір ғылым, канцерогендер бар, аллергендер бар. Биологиялық бұл өз алдына инфектология деген ғылым, паразитология деген ғылым бар. Әлеуметтік бұл уже психологиялық ғылым да өз алдына. Осы себепті біз бүгінгі тақырыпта, бүгінгі видеода физикалық факторлар талдайтын боламыз, қалған факторларды қысқаша айтып кетеміз. Енді химиялық айта кетейік, біздің ағзамызға әсер ететін химиялық факторлар бұлар экологиялық факторлар. Мысалы шаң, тозаң, көліктің түтіні, өнеркәсіптен шығатын түтіндер, порошоктар деген сияқты, тағамдар, дәрілер деген сияқты. Биологиялық факторлар бұл бактерия, вирус, саңырауқұлақ, паразит тағысын тағы, жаңағы жыланның уы, араның уы деп айта береміз. Бұл биологиялық факторлар. Келесі әлеуметтік, психогендік немесе социалдық фактор деп айтылады. Бұл факторлар біздің психикамызға әсер ететін факторлар. Яғни, мысалы, деннің барлығы сау, жеп жүрген тамағың бәрі жақсы, бәрі нормально, сен спортпен айналысасың, бірақ сенде стресс болатын болса, мысалы, отбасында бір проблема бар, жұмысында бір проблема бар, оның барлығы сенің ағзаның жұмысын бұзады. Стресстің өзі ағзаның жұмысын қаншалықты бұзатынын біз стресстен тақырыпты талдаймыз. Сол себепті психогендік факторлар да осы тақырыптың ішіне кіреді екен. Түсінікті ғой? Бұл факторлар түсінікті деп ойлаймын, яғни бұл биологияның өз алдына өзінің ғылымы бар, инфектология деген, паразитология деген, химияның өзінің тағы ғылымы бар, әлеуметтіктің өзінің тағы ғылымы бар екен. Бүгін біз физикалық біздің ағзамызға әсер ететін факторларды талдайтын боламыз. Бүгінгі тақырыпта, бүгінгі видеода біз электрод тағымы, яғни электр тогының ағзаға әсері, гипотермия, яғни жоғары және суық температураның ағзаға әсері, ультрафиолет сәуленің әсері, жылу энергиясының әсері, барометрлік қысымның әсері, ультрадыбыстың әсері, иондық сәулелердің ағзаға әсері деген тақырыпты толық ашып талдайтын боламыз. Төмен барометрлік қысымның ағзамызға әсері. Барометрлік қысым дегеніміз атмосфералық ауаның жер бетіндегі денелерге түсіретін қысымы. Географиядан жақсы білесіздер, жалпы теңіз деңгейі деген ұғым бар. Теңіз деңгейінде осы барометрлік қысымның мөлшері немесе өлшемі 760 мм сынап бағанасына тең болады екен. Сол қысымда біз қалыпты өмір сүреміз қазіргі уақытта. Демаламыз, қалыпты өмір сүре аламыз. Тыныс алуымыз жақсы, жүрек соғысымыз жақсы осы қысымда. Ал біз сол 760 мм сынап бағанасынан сәл жоғарыға көтерілген сайын, мысалы тауға көтеріп бара жатырмыз, көтерілген сайын ауаның құрамындағы барометрлік қысым деңгейі төмендей береді, және оның ауаның құрамындағы, яғни атмосфералық ауаның құрамындағы оттегінің деңгейі де азая береді, яғни оттегінің парциалдық қысымы азая береді. Ал оттегі біздің ағзамызға негізгі не үшін керек? Энергия жасау үшін керек қой, оттегі жасайды, биохимияда жақсы білесіздер, Кребс циклын оттегіден энергия жасалады, одан көміршікті газ түзіледі деген сияқты, ол тыныс алу жолдары шығарылады. Ал биіктеген сайын оттегі азайып бара береді. Соған байланысты біздің ағзамызда тау ауруы пайда болады. Орысша айтқанда горный болезнь деп айтады. Яғни осы тау ауруын қазір талдайтын боламыз, төмен барометрлік қысымда сенен дамитын. Жалпы тау ауруының екі түрлі кезеңі бар. Компенсация кезеңі, декомпенсация кезеңі. Барлығы бірінші компенсация кезеңінде басталады. Яғни біз биіктікке жайлап көтеріліп бастаған кезімізде тау арқылы, мысалы, Шымбұлаққа, Алматыда тұратын болсаңыздар, ауаның құрамындағы, яғни экзогенді ауа,
ауаның құрамындағы оттегінің деңгейі азайып бастайды. Енді экзогенді біздің жұтып жатқан ауамыздың құрамында оттегінің деңгейі азайғаннан кейін ол ары қарай біздің қанымыздың деңгейінде оттегі азаяды, себебі сырттан түсіп жатқан оттегі жоқ, ағза қандағы оттегісін бәрін тіндер пайдаланып тастады. Қанның құрамында оттегінің азаюын біз гипоксемия деп айтамыз. Қанда оттегінің деңгейі азайған кезде бізде қандағы газдардың деңгейін бақылап отыратын датчиктер бар, рецепторлар. Ол қайда орналасады? Аорта доғасында және каротид. Біздің ұйқы артериясының бифуркациясында хеморецепторлар бар. Сол рецепторлар оны сезіп қояды, оттегінің деңгейінің азайған, көмірқышқыл газының деңгейі көтеріледі сол кезде керісінше. Соны сезіп қояды да, ол мидағы тыныс алу орталығына және қан тамыр қозғалтқыш орталығына әсер етеді, сигнал береді. Одан кейін, сигнал бергеннен кейін, тыныс алу орталығы, қан тамыр орталығы барлығы енді жауап қайтару керек қой, мына сигналға. Ол не істейді? Науқаста немесе адамда тахипноя, тахикардия, артериалды қан қысымының жоғарылауы, ентігу сияқты белгілер пайда болады. Бұл компенсация. Компенсация деген бейімделу деген мағынаны білдіреді. Яғни ағза оттегі аз қысымға бейімделіп жатыр. Көбірек демалып, көбірек жүрек қатты соғып, оттегін тез айналдыру үшінші ағза бейімделіп жатыр соған осы функцияларды қосу арқылы. Сонымен қоса бізде білесіздер бүйректе эритропоэтин деген гормон өндіріледі. Ол гормонның өндірілуіне гипоксия, яғни оттегінің азаюы тікелей әсер етеді. Яғни оттегінің деңгейі азайса, сол бүйректегі эритропоэтин гормонының синтезіне әсер ететін рецептор қозады, соның нәтижесінде бүйрек эритропоэтинді өндіріледі. Эритропоэтин өндірілгеннен кейін сүйек кемігінде эритроцитоз, яғни эритроциттердің жасалуы күшейеді. Қанда сәйкесінше эритроциттердің деңгейі жоғарылайды. Бұл да компенсацияның бір белгісі. Себебі не үшін? Эритроцит бұл оттегінің көмірқышқыл газын тасымалдайтын элемент қанның. Ол элемент не үшін жоғарылап жатыр? Өкпеге келіп түскен ауаны максимально қанға сіңіріп алу үшін оның деңгейі жоғарылайды. Бұның барлығы атап тұрғандай компенсация. Түсінікті ғой? Бірақ бір но бар. Оттегі азайған сайын біздің миымыздың қыртысы, яғни миымыздың анатомиядан білесіздер, қыртысы бар. Ол негізгі санаға жауап беретін біздің миымыздың бөлігі. Сол қыртыстағы клеткалардың тежелуі болады. Нейрондар тежеліп бастайды оттегі азайған кезде. Вот, компенсация. Енді бұл бір адамның ағзасы ғой, шымбұлаққа көтеріліп бара жатыр, тауға көтеріліп бара жатқан бір адамның ағзасы эверестке көтеріліп бара жатқан. Бұл енді жайлап сонымен көтеріліп кете беретін болса, ары қарай жалғастырып, ода уже тау ауруы декомпенсация сатысына ауысады. Декомпенсация деген ағза уже бейімделе алмайды анаған. Орысша айтқанда ағза уже отказ береді бәрінен. Бұл қалай болады? Бұл көбіне 5000 метр биіктікте, немесе 5000 метр биіктіктен ары қарай көтеріліп кеткен кезде, денеміз сол 5000 метр биіктіктен ары қарай жоғарыда орналасқан болса, уже декомпенсация кезеңі болады тау ауруының. Декомпенсация кезеңінде ағзада уже сырттан түсетін оттегі жоқ. Оттегі жоқ болғаннан кейін біздің тіндер көмірқышқыл газын де шығармайды. Себебі оттегі болған кезде ғана бізде аэробты гликолиздің биохимияда білесіздер, гликолиздің салдарынан көмірқышқыл газы түзіледі ғой. Ал оттегі болмағасын көмірқышқыл газы де болмайды. Сонымен қоса гипервентиляция. Манағы көрдіңіздер ғой, тахипноя болды. Тахипноя бұл гипервентиляция. Өкпе тез тыныс алды мана. Осы тез тыныс алған кезде бүкіл қандағы көмірқышқыл газдың барлығын өкпе сыртқа шығарып тастайды. Тез тыныс алған кезде. Сырттан жұтатын оттегі жоқ, шығатын көмірқышқыл газы бар. Сәйкесінше қандағы көмірқышқыл газының деңгейі азаяды. Көмірқышқыл газының қанда азаюын біз гипокапния деп айтамыз. Қанда көмірқышқыл газы азайғаннан кейін газдық алкалоз деген болады. Патофизиологияда қышқыл цитл үйлесімдіктің бұзылуы деген тақырып бар біздің патофизиология курсында. Сол тақырыпты толық айтқанбыз. Енді қышқыл азайғаннан кейін сілтілер көбейеді, газдық сілтілер көбейеді. Газдық сілтілер көбейген не болады ағзада? Газдық алкалоз болады. Вот. Енді бұл тақырыптен үлкен тақырып достар. Келесі патофизиологияда түсінесіздер. Басқа тақырыптарда. Ары қарай тыныс алу орталығы тежеледі, орталық жүйке жүйесі тежеледі. Не үшін? Мынаны ешқашан ұмытпаңыздар. Мына жақта тыныс алу орталығы қозды. Себебі не үшін? Себебі қанда көмірқышқыл газының деңгейі көбейді, оттегі азайды. Түсінікті ме? Көмірқышқыл газ деңгейі біз физиологияда айтқанбыз, көп айтқанбыз, физиология курсын оқығандар біледі бізде. Көмірқышқыл газ деңгейі жоғарылаған кезде тыныс алу орталығы қозып, оны тездетіп шығарып тастау үшін өкпені жұмысқа қосады. Гипервентиляция болады. Біз өкпені тез демалып, көмірқышқыл газын шығарып тастаймыз. Бұл тыныс алу орталығының әсері. Ал
Керісінше көміршікті газдың деңгейі төмендеп кетсе ше, бұл жерде керісінше болады. Ана көміршікті газын сақтап қалу үшін тыныс алу орталығы тежеледі. Керісінше, түсінікті ғой? Тыныс алу орталығы тежеледі. Сонымен қоса оттегі газ болғаннан кейін жүйке жүйесі, орталық жүйке жүйесі тежеледі. Себебі не үшін? Себебі біздің миымыз ағзада ең көп энергияны тұтынатын орган. Ұйықтасақ та ол энергия тұтынады. Сол себепті оның жұмысына оттегі керек энергия жасау үшін, ал оттегі жоқ, оның орталық жүйке жүйесінде әртүрлі орталықтар бар ғой. Сол орталықтардың жұмысы тежеледі екен. Ары қарай бұл жағдай жалғаса беретін болса, ағзада өлім процесі болады. Біздің ағзамыз өледі. Түсінікті ме? Эверест видеоларды көрген боласыздар, енді мен өзім барып көрген жоқпын. Эверест тауларында өте көп адамдардың денелері жатады, труптар. Оның көбісі осы тау ауруына шалдыққан адамдар, суықтан бөлек. Себебі олар өте биікке көтеріліп кетеді. Тау ауруы түсінікті болды деп ойлаймын. Төмен барометрлік қысым, келесі бізде жоғары барометрлік қысым. Келесі жоғары барометрлік қысымның ағзаға әсері. Бұл өте қызық бөлім бүгінгі сабақта. Қараңыздар, жоғары барометрлік қысымнан туындайтын ауруды біздің ағзамызда Кессен ауруы деп атайды. Бана біз тау ауруы деген болсақ, бұл жақта Кессен ауруы. Енді қараңыздар, жоғары барометрлік қысым ауруы деген жалпы сөзін түсіне алайық. Бұл аурудың негізгі анықтамасы жоғары қысымнан немесе төмен қысымға күрт түсіп кетуден туындайтын ауру. Мысалы, адам осындай жердің бетінде тұр, бірақ ол вертолетпен, тікұшақпен бірден жоғарыға көтеріліп кетсе, бірден ішінде атмосфералық вакуумдар жоқ, ұшақпен тік бірден көтеріліп кетсе, секундтардың ішінде. Сондай адамдарда дамиды. Немесе сүңгуірмен судың астына жайлап түседі, жердің дносына қарай жақындаған сайын атмосфералық қысым төмендей береді, жоғарылай береді. Ал жерден алыстаған сайын атмосфералық қысым төмендей береді керісінше. Яғни сүңгуірлер судың астына түскен сайын атмосфералық қысым жоғарылап бара береді. Ауаның парциалдық қысымы жоғарылап, қысым күшейіп бара береді. Түсінікті ғой? Сүңгуір судың астына түседі, түсіп бірден судың бетіне шығып кететін болса, осы ауру дамиды екен. Яғни Кессен ауруы дегеніміз, немесе жоғары барометрлік қысым дегеніміз бұл осы. Төмен қысымға күрт түсіп кеткен кезде туындайтын патология. Енді сіздерге осы Кессен ауруында болатын механизмді керемет бір мысалмен түсіндіремін. Біріншіден талдап өтейік. Қараңыздар, адам жоғары қысымда болған кезде, жоғары қысымда ауаның құрамында оттектің парциалдық қысымы өте жоғары болады. Атмосфералық қысымда жоғары болады, сәйкесінше оттектің парциалдық қысымы жоғары болады. Яғни оттектің парциалдық қысымы дегеніміз оттек өте көп, үлкен қысыммен. Енді білесіздер, ауаның құрамында 78% азот газынан тұрады. Қалыпты атмосфералық ауаның құрамында 78% газдың түрі бұл азот. Бірақ Генри деген ғалымның заңы бар. Газ жоғары қысымда өте жылдам ериді, қатты ериді. Міне, жоғары қысымда ауаның құрамындағы азот еріген күйге ауысады, ериді ол, сұйықтық күйінде тұрады. Міне, бұл Генридің заңдылығы. Қаншалықты төмен қысымға түскен сайын азоттың еру жылдамдығы күшейіп бара береді. Енді адам жоғары қысымда түсті, жоғары қысымнан бірден төмен қысымға көтеріліп кетті. Төмен қысым, яғни сүңгуір судың астынан судың бетіне бірден шығып кетті. Ол кезде мына заңдылық керісінше жұмыс жасайды. Қандағы еріген манағы азот, бұл қанда емес достар, бұл азот инерт газда, ешқандай реакцияға түспейді ол ештеңемен ағзада еріген күйінде. Ол қанда, тіндерде айналып жүре береді қан арқылы. Біз төменге түскен сайын азоттың деңгейі қанымызды көбейтсе, бұл еріген күйге жылдам ауысқаннан кейін де ағзаға тез сіңіп, ағзада айналып жүреді, бірақ ағзаға ешқандай зиян тигізбейді. Ол қашан зиян тигізеді? Ол төмен қысымға адам көтерілген кезде. Судың астынан судың бетіне шығып кетті бірден. Сол кезде қандағы бүкіл денемізде мана еріген күйде нейтральный инерт газ ретінде жүрген азот газы бірден газға айналып кетеді. Газға. Түсінікті ғой? Ол еріген күйде тұрмайды, себебі ол төмен жоғары қысымға түскен сайын еріп жатыр еді, ал төмен қысымға түскен кезде ол өзінің газ формасына айналып кетеді бірден. Осы газ формасына айналғаннан кейін еріген азоттың барлығы газды эмболияны туғызады ағзада. Ойлаңыздаршы, бүкіл қанда жүрген ерітінді газға айналып кетеді ағзада. Ол газды эмболия. Патофизиология курсында біздің осы эмболия деген тақырып бар, үлкен тақырып. Бұл эмболия деген зат, енді өтесіздер алдағы уақытта,
қанда нормада болмау керек зат. Эмболия деп аталады. Ал ол не болса, ол эмболия неден құралса, соны атауы қойылады. Газды эмболия, майлы эмболия деп құралады да. Газды эмболия. Енді қараңыз, қанның бәрінде газды эмболия болған болса, ол не істейді? Бүкіл қан тамырларды бітейді. Қан тамырдың ішкі қабырғасы болған эндотелийді зақымдайды. Эндотелий зақымдалса, бірден қандардың ішінде тромб түзіледі. Физиологиядан гемостаз деген тақырыптан білесіздер. Эндотелий зақымдалса, бірден тромб түзіліп бастайды. Қан тамырлар бітеліп бастайды. Бүкіл жерде қабыну басталады. Себебі газды эмболия барлығын зақымдап енді қабыну шақырады. Осының салдарынан тіндерде ишемия болады. Ишемия дегенде бұл патофизиологияның тақырыбы, яғни тіндерге оттегі бармай қалады. Ишемия, қорек заттар бармай қалады. Гипоксия, оттегінің жетіспеушілігі себебі ағзада не істейді? Газды эмболия өкпенің қан тамырларында біте бастайды, сәйкесінше гипоксия дамиды. Тіндерде гипоксия дамиды, қан тамырларының бітелуінен. Ауырсыну пайда болады, оны қазір түсіндіремін. Неврологиялық бұзылыстар болады. Не үшін ауырсыну мен неврологиялық бұзылыстар болды? Азот еріген күйінде біздің миымызға өте қатты немесе өте көп өтіп кетеді. Себебі азот біздің май тіндеріне жиналуға бейім. Ал біздің миымыз май тіндерінен тұрады. Ал азот еріген күйде миға көп сіңеді. Бірақ зиян тигізбейді. Ол қашан зиян тигізеді? Газға айналған кезде. Сол себепті науқаста неврологиялық жүйке жүйесінің бұзылыстары дамиды. Ауырсыну не үшін? Денеде ауырсыну болады, себебі біздің тіндеріміздің ішіндегі азот газды эмболияға айналып кетті еріген күйден. Ол тіндерде ауырсыну туғызады. Енді клиникасын айтсам, түсінесіздер. Қараңыздар. Буындарда ауырсыну болады. Себебі не үшін? Буындағы синовиалды сұйықтықтың ішіндегі азот газдары, еріген азот газы газ күйіне ауысып кетеді. Содан буындарда ауырсыну пайда болады. Теріде қышыну пайда болады. Себебі терідегі қан тамырларда газды эмболия пайда болады. Кеудеде ауырсыну болады. Бұл тікелей тұншығу болады. Бұл екеуі де тікелей өкпенің кіші қайналым шеңберінде немесе өкпенің қан тамырларында эмболияның салдарынан қан тамырлар бітеліп, науқаста кеуде тұсында ауырсыну болады, науқас тұншығып бастайды. И парез салдану болады. Не үшін? Себебі парез салдану естен тану. Бұл мидағы қан тамырлардың газды эмболиямен бітелуінің бір көрінісі клиникалық. Кессен ауруының белгілері осындай екен. Газды эмболия өте қауіпті, өте қауіпті. Өте көп еще олай. Бүкіл азоттың барлығы газға айналып кетсе, адамда уже қайнаған тоқтап қалады, циркуляцияның бәрі тоқтап қалады. Сонысымен де бұл ауру қауіпті екен. Енді достар, мына жерде сәл ауырлау болып кетті. Қалай ол газ еріп кетті, қалай ол газға ауысып кетті. Осы жерде мен сіздерге бір керемет мысалмен түсіндірейін. Сарыағаштың мысалында. Сарыағаш сусыны өндіріледі, су. Ол ішіне көмірқышқыл газы бар, оның ішінде пыс деген кезде газ шығады ғой. Газы бар, су бар, бірақ оның ішінде газ еріген күйінде болады. Бұл қарасаң газ көрмейсің онда. Шайқап аузын ашқан кезде газ болып шығып кетеді оның құрамында. Ал құр тұрған кезде оның құрамындағы газды біз көрмейміз, себебі ол еріген күйде болады. Кессен ауруы дәл осы мысалмен бірдей. Қараңыздар. Баклажканы біз адам ағзасы деп аламыз. Ауыз ашылмаған баклажка. Немесе ауыз ашылмаған баклажканы біз жоғары барометрлік қысымдағы аймақ деп аламыз. Түсінікті ғой? Ал соның ішіндегі манағы еріген көмірқышқыл газы сіңірілген сұйықтықты, ерітінді, су ғой, минерал суда, ол сұйықтықты біздің тіндеріміз бен қанымыз деп аламыз. Ал оның құрамындағы еріген көмірқышқыл газын азот деп аламыз. Яғни жоғары қысымда судың ішінде көмірқышқыл газ бар, бірақ ол көзге көрінбейді, ол ерітінді күйінде. Ол қашан газға айналады? Шайқап аузын ашып жіберген кезде. Аузын ашуын біз төмен қысым деп аламыз. Ауыз ашқан кезде баклажка ішінде тұрған қысымның бәрі жоқ болып кетеді. Себебі аузын ашты, қысым кетіп қалады ішіндегі. Қысым кетіп қалған кезде манағы еріген көмірқышқыл газының бәрі газға айналып шығып кетеді. Дәл солай достар, мысал дәл солай. Дәл сол көмірқышқыл газының орнына азотты қоясыздар, жоғары қысымның орнына аузы жабылған заводтан шыққан баклажканы қоясыздар, қанның орнына, тіннің орнына ішіндегі суды қоясыздар. Дәл солай аузын ашылу процесін біз төмен қысым деп аламыз. Яғни бірден адам жоғары қысымнан төмен қысымға көтеріліп кеткен кезде дәл осы процесс жүз беріп, ағзада газды эмболия дамиды екен. Бұл бізде Кессен ауруы. Осы Сарыағаш үшін біздің видеоға лайк басып кетіңіздер. Керемет мысал. Сабақта осыны айтып, біздің видеоны көрмейтін группаластарыңыздың алдында ерекшеленіп қалыңыздар. Бұл керемет мысал. Прям сізге бір сабақты қатты түсінген екенсіз деп оқытушыңыз 100 қойып беретініне мен сендім. Келесі бөлім бұл қызба. Дененің қызуы.
жылу энергиясының әсерінен дамитын процесс, патология. Енді біз бұл бөлімде өлшей аламыз ғой, физикалық фактор болғасын. Бұл жағдай қандай кезде туындайды? Сыртқы ауа райы, сыртқы жылу 50 градустан жоғары болып кеткен кезде плюс, немесе ауаның ылғалдылығы 80%-ға теңеген кезде болатын процесс екен. Яғни дене осы кезде қызып кетеді, организм. Енді дененің қызуын алып келетін факторлар бар. Бұл ыстық ауа, ауаның ылғалдығының жоғарылап кетуі, қалың киім киіп алу, немесе ауа өткізбейтін киімді киіп алып күннің астында жүрсең, денеге ыстық кіреді, бірақ шыға алмай қалады. И баня. Осы 4 түрлі фактор, монша баня қазақ тілінде. Ыстық кіріп, ыстықтың шыға алмауы нәтижесінен туындайтын процесс қызу деген. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. Біздің ағзамызда терморегуляция деген Құдайдың берген процесс бар. Біз физиология курсында осы тақырыпты талдағанбыз негізі. Бірақ осы жерде мен сізге түсіндіріп кетейін. Жалпы бізде 36,6 деген температура бар денемізде. Ал мына 4 түрлі фактор әсер еткен кезде ол температура көтеріледі. Ал біздің гипоталамуста датчиктер бар, ыстықты реттеп отыратын, 36,6-ға түсіріп отыратын, көтеріліп кетсе. Демек, гипоталамус бұл кезде жылуды шығаруды іске қосады. Жылу көп түсіп кезде, яғни ағзаны көп терлетеді. Бірақ та біздің құр терлегенімізбен жылу ағзадан шығып кетпейді. Проблема осы жерде. Қалай десеңіздер, біз терледік қой. Терлеген кезде ол тер буға айналу керек. Ол тер құрғақ ауаның әсерінен буға айналған кезде ғана біздің денеміздегі жылу шығады сыртқа қарай. Егер де біз терлейміз, бірақ ауа райы ылғал болатын болса, ол жылу еш қайда шықпайды. Біз қанша жерден терлегенімізбен денеміздегі қызу еш қайда кетпейді. Вот маңыздылық осында булануда. Ауаның ылғалдылығы не үшін айттым мен сол? Яғни адам гипоталамус терлеуді іске қосады, бірақ енді сырттағы ауа райға әсер ете алмайды, гипоталамус ішкі жағдайға әсер етеді. Қанша терлегенімен де ағзадан жылу еш қайда шықпайды да, ағзаға жылу жинала береді. Міне, көрдіңіздер ғой? Осы факторлар әсерінен. Нәтижесінде ағзада жылу шығарылу төмендейді. Жылу шығарылу төмендегеннен сәйкесінше дененің температурасы жоғарылайды, гипертермия, су-тұз балансы бұзылады. Себебі не үшін? Себебі көп терлегеннен кейін плазма шығады тер арқылы ағзадан сыртқа, плазманың деңгейі азаяды, және де плазма көп шығып кеткесін ағзада қажетті тұздар да термен сыртқа шығып кетеді. Терлеу ағзаның жылу үшін көп терлей береді, сол үшін эффект болмай жатқасын одан сайын күшейте береді. Ал ол қайдан шығады? Су тұзектің бәрі қанның құрамында плазмадан шығады. Қанның құрамында тұздардың барлығы кетіп қалады. Натрийдің балансы бұзылады, калийдің балансы бұзылады. Ол ары қарай өз алдына бөлек тақырып физиологияның. Қанның қоюлануы болады, плазма азайып кеткесін сәйкесінше форма элементтер жоғарылап кетеді. Содан қан қоюланып бастайды. И температура өздігінен төмендемейді. Мүлдем. Өздігінен төмендемей қалады. Себебі уже жылу шығатын жер жоқ. Терлеп жатыр, бірақ буға айналмағасын жылу шықпайды. Сосын ағзаның температурасы төмендемейді. Енді бұл жалпы түсінік, жалпы. Енді біз оны патофизиология болғасын патогенезге бөлеміз. Бұл қызудың немесе қызбаның екі сатысы бар. Бірінші сатысы және екінші сатысы. Бірінші сатысы мана айтқандай бейімделу немесе компенсация сатысы. Не болады ол кезде? Ағзада қызылу ыстық ауа қатты өтіп кеткесін, денемізге қызу өтіп кеткесін, біздің ағзамыз оны стресс ретінде қабылдап, біздің миымыздың қыртысындағы нейрондар қозып бастайды. Яғни бізде уже стресс реакциясы іске қосылады. Ары қарай стресс реакциясы қосылғаннан кейін сәйкесінше тыныс алу орталығы қозады. Тыныс алу орталығы болса, біз терең тыныс алып бастаймыз, жиі тыныс алып бастаймыз. Даже ентігіп те қалуымыз мүмкін. Жүректің жұмысы күшейеді. Себебі ағзада қызу күшейіп баратқасын физика заңдылығына сәйкес метаболизмде затталмасу да күшейіп кетеді. Сол үшін оттегі өте көп қажет болады. Сәйкесінше оттегі көп түсіп жатыр, жүрек қанды көп айналдырып жатыр, жүрек қатты соғып жатыр, тахикардия болып жатыр. Және қан тамыры қозғалтқыш орталығы қозып, қан қысымы жоғарылайды. Себебі затталмасу күшейіп жатыр қызудың әсерінен. Гемоконцентрация жоғарылап кетеді. Яғни бұл дегеніміз қанның қоюланып кетуі. Себебі сұйықтықтың бәрі шығып бара жатыр. Бұл бірінші саты, ағза бейімделеді, ештеңе етпейді. Екінші саты, бұл осы бізде ең ауыры, адамның ағзаның өлуіне алып баратын екінші кезең. Қараңыздар, бұл кезде уже бүкіл біздің басқаратын орталықтардың барлығының ресурсы бітеді. Ол бейімделіп шыдап тұрып берді, ары қарай уже шыдамайды ол. Яғни бұл декомпенсация сатысы.
Бұл кезде мидың нейрондары тежеледі, болды, ресурстың бәрі бітті, мидағы орталықта тежеледі, тыныс алу орталығы тежеледі, жүрек жұмысы баяулайды, қан қысымы төмендеп кетеді, себебі тыныс тежеліп қалады, тыныс алу орталығы тежеліп қалады, и гемоконцентрация одан сайын жоғарылап кетеді. Қан алдын қоюланып жатыр еді, и одан сайын күшейіп қоюланып қалады. Бұл қанның қоюлану деген қан айналымы нашарлайды, тіндерде перфузия нашарлатып жібереді. Жалпы бұл екінші сатыны қазақша жылу соққысы немесе орысша тепловой удар деп айтады. Яғни міне осы екінші саты тепловой удар. Бұл кезде ағза өліп кетуі мүмкін екен. Көрдіңіз бе, қызу, қызба немесе осынысымен бізде қауіпті. Бұл кезде біздің терморегуляция болды, көмектесе алмай қалады. Орысша айтқанда отказ береді. Жұмыс жасамайды ары қарай. Себебі теріледі, эффект жоқ. Ағза қызып, өзінің ішіндегі 36-6 норма ғой. Ол 41-42 градус көтеріліп кеткен кезде ағза уже бүкіл жасушалар ыдырап, белоктар денатурация болып, ағза өліп кетеді өзінің ыстығына. Түсіндік па? Міне, жалпы бұл қызудың патогенезі көрінісі. Енді қараңыз достар, күн сәулесінің немесе күн сәулелік соққы, орысша дұрыс айтқан дұрыс негізі, солнечный удар деп айтылады. Басынан күн өтіп кетті деп айтады бізде қазақтарда. Кейін бар, жазда жүрсіз, ауа райы ылғалды емес, бірақ та күннің инфрақызыл сәулелері сіздің басыңызға түседі. Басыңызға ештеңе кимегенсіз, күн түсіп тұрды. Балдар көп болады, мұрнынан қан ағып кетеді, талып қалады, бас айналады деген сияқты, көзі қарауытып кетеді. Бұның барлығы неден? Күннің инфрақызыл сәулелері бас ашық болғасын, ол бас сүйегіне түседі, бас сүйегін қыздырады. Бас сүйегін қыздырғасын тек қана миды қыздырады. Ол жерде бүкіл дене қызбайды, тек ми, церебральный гипертермия болады. Соның салдарынан манағы неврологиялық бұзылыстар, бас айналу, талып қалу, естен тану, көздің қарайып кетуі деген сияқты белгілер пайда болады екен. Бұл күн сәулелік удар немесе солнечный удар деп айтылады. Тепловой удар дегеніміз мынау, екінші саты. Көрдіңіздер ма? Жалпы қызба деген тақырып осы, яғни ағзаға жылу энергиясының көп кіріп кетуі немесе ағзадан жылудың шықпауынан туындайтын патология екен. Енді мына жерде достар, баня, моншаға қандай кісілер баруға болмайды. Сіздер уже мына тақырыпты көрдіңіздер, ертең сабақта да, өмірде де мына мысалды түсіндіріп кетіңіздер. Баняға сол себепті анемиясы бар адамдар, жүрегінде ақаулары бар адамдар, маңызды емес, ол порок, ол инфаркт алған адам, ол аритмиясы бар адам, маңызды жүрегінде қандай да патологиясы бар адам, гипертониясы, яғни АГ дейді ғой, артериальный гипертензия деген диагноз қойылған адамдар, алкоголь қабылдаған адамдар, тойып тамақ жеп алған адамдар баняға баруға болмайды. Осы үшін, себебі оларда өліп кету рискі өте жоғары. Қысқаша түсіндіріп берейін. Жүрек аурулары не үшін? Себебі мына жақта қызба кезінде жүректің жұмысы күшейіп кетеді. Ал жүрек ауруы бар адамның жүрегі оған шыдамай, жүрек жетіспеушілігінен өліп кетуі мүмкін. Қан қысымы жоғары адамдарға не үшін баруға болмайды? Тагитак қызба кезінде жүрек қан қысымы жоғарылап кетеді, қан тамыр қозғалыс орталығына байланысты. Ол кісіде одан алдында АГ бар болса, артериальный гипертензия, науқаста гипертонический криз болуы мүмкін. И содан инсульт алуы мүмкін, бүйрек жетіспеушілігі алуы мүмкін деген сияқты. Келесі бұл тағы не айттым мен? Асқазан, тамаққа тойып алып тұрып барса, баняға барса. Тамаққа тойып алған кезде біздің бүкіл қан асқазанға кетеді. Ұйқымыз қысатын содан ғой. Ал бізде қызба, яғни ол баняға түседі, баняға түскеннен кейін манағыдан бірінші саты басталады. Бірінші саты басталған кезде қан не істейді? Қан айналу күшейеді, заталмасы күшейеді. Ал біздің бүкіл қанымыз бар асқазанда. Ол кезде уже екі жаққа қан жетпей, жүректің жұмысын қинап жүруіміз мүмкін, немесе күшейтіп жүруіміз мүмкін. Одан сайын жүрекке түсетін жүктемені ауыратып жүруіміз мүмкін. Келесі бұл бізде алкоголь қабылдау. Арақ ішіп алып, баняға арақ ішіп алып баратандарда өліп кету қаупі қатты естілсе де жоғары. Себебі не үшін? Себебі алкоголь бұл бірінші қан қысымын төмендетеді, екінші су тұз алмасуын бұзады. Ол қалай? Алкоголь ішкен адамдардың алкогольдің әсері бар, қан тамырлары кеңейту деген. Ал науқаста қан тамыр тарылады ғой бірінші сатыда, екінші сатыда босаңсиды. Алкоголь ішіп алған адамда қан тамыр босаңсып кетеді. Бұл әсер етпеуі мүмкін, ол кезде жүрекке түсетін жүктемені күшейтіп жібереді. Содан науқаста жедел жүрек жетіспеушілігі дамуы мүмкін. Немесе су тұз алмасу, алкоголь қабылдаған адамдар жиі кіші дәретке шығады.
Сол кезде бүкіл жидкостьтің барлығын, сұйықтықтың барлығын бүйрек арқылы шығарып жүрген кезде гемоконцентрация одан сайын, яғни жылдам болып, адамда қан қоюлануынан науқастың жағдайы ауырлап қалуы мүмкін екен. Көрдіңіздер ме? Вот достар, бұл практикалық маңыздылыққа ие. Менің жалпы бұл қызметтің, менің сабақтарымның, менің курстарымның ерекшелігі осында. Мен сіздерге өмірлік практикамен осындай кітаптарда, универдегі оқытушылардың, лекторлардың қиын түсіндіретін тақырыптарын мен сіздерге осындай өмірмен байланыстырып түсіндіремін. Себебі барлық теория өмірмен байланысқан. Оны тек қана кітап, автор, өте қиын теориктер өмірмен байланыстыра алмайды. Оны байланыстырса да олардың деңгейі басқа. Ал мен халыққа түсінікті қылып, студенттерге түсінікті қылып жеткізе аламыз. Келесі бізде күйік, немесе гипертермияның жоғары қызудың ағзаға әсері. Манағы қызу бұл жылу энергиясының әсері, ал бұл жақта реально ыстық немесе от, мысалы гипертермияның ағзаға әсерінен пайда болатын патология. Бұл бізде күйік екен. Ең бірінші күйіктің дәрежелерінен бастасақ, күйіктің 3 дәрежесі бар. Біріншісі гипертермия ыстық деталдың немесе ыстық металдың, ыстықтың немесе эпидермисті зақымдауымен жүретін дәрежесі, яғни тек қана эпидермис қана зақымдалады терінің. Бұл жерде қызару және ауырсыну болады. Бұл күйіктің бірінші дәрежесі. Мысалы бір тамақ жасатқан кезде тиіп кетеді ыстықтарға, тек қызарып қалып қояды. Екінші дәрежелі күйік бұл бізде эпидермис зақымдалады плюс дерма, яғни эпидермистің астындағы дерма қабаты зақымдалады терінің. Бұл кезде уже көпіршіктер пайда болады, торсылдақ деп айтады оны, ішінде су бар, көпіршіктер пайда болады, плюс ауырсыну болады. Бұл екінші дәрежелі. Үшінші дәрежелі күйік бұл терінің барлық қабаттары. Эпидермис, дерма, гиподерма, астындағы бұлшық, сіңір, сүйек барлығы күйеді. Бұл жерде ауырсыну болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін, себебі жүйке талшықтары күйіп өліп қалса, ол жерде ауырсыну сезбей қалады адам. Осы себепті бұны біз үшінші дәрежелі күйік деп атайды екенбіз. Күйіктің дәрежелерін ағзаның қанша аймағы күйгенін арнайы проценттік көрсеткіштермен өлшейді. Оны жерге фотосын шығарып қоямын, қалай анықтайтын, дененің қай бөлігіне қанша пайыз беретінін. Мысалы, қол мынаған дейін күйсе қанша болады, бас күйсе қанша процент деп айтамыз деп. Жалпы күйік аймағын процентпен өлшейтін боламыз. Оны жерде фотодан көрсеңіздер болады. Кеттік. Енді достар, ағзаға бұл күйіктің әсері екі түрлі патогенизм талдаймыз. Жергілікті өзгерістерін және жалпы өзгерістерін. Ағзаға ыстық температура әсер еткен кезде болатын өзгерістер. Яғни ыстық деталь бір жерге тиді, ол жердегі жергілікті процестер қалай дамиды, патогенез, жалпы жүйелі процесс қалай дамиды. Бірінші, кез келген патология, егер біздің ағзамызға жергілікті түрде зиян келтіретін болса, ол қабыну болсын, патофизиологияның қабыну тақырыбы болсын да, бірінші жергіліктіден басталады. Кейін ол жергілікті процесс жүйеліге ауысады. Көрдіңіздер ме? Патогенез солай дамиды. Кеттік, күйік кезінде жергілікті патогенез қандай болады? Мысалы, біздің қолымыздың осы жері күйді. Ол жерде тікелей жасушалар зақымдалады ыстық температурадан. Жасушалар өледі ол жердегі бірден. Қан тамырлар зақымдалады. Қан тамырлар зақымдалуынан оның өткізгіштігі артады. Өткізгіштігі артқасын қанның құрамында сұйықтықтың бәрі қан тамырының сыртына, тіндердің арасына шығып кетеді. Нәтижесінде сол жерде тіндердің ісінуі дамиды. Келесі жергілікті қан айналым нашарлауы. Яғни қан тамырлар зақымдалғаннан кейін сол именно қай аймақ зақымдалды, сол аймақта ишемия, сол аймақта қан айналым нашарлауынан ол жердің тіндердің қоректенуі, оттегінің баруы нашарлап, ол жерде жағдай одан сайын шығады. Келесі жедел қабыну. Қабыну деген патофизиологияда біздің курста тақырып бар, өте үлкен тақырып, оны біз курста толық ашқанбыз патофизиология курсында. Қабынуды бастап беретін ең алғашқы фактор бұл жасушаның мембранасын зақымдалу. Ал мына жерде толық жасуша зақымдалып жатқан кезде оның мембранасы міндетті түрде зақымдалады. Ал мембрана зақымдалса, міндетті түрде жедел қабыну процесі дамиды. Сол аймақта жергілікті бірінші. Нәтижесінде сол аймаққа лейкоциттер шоғырланып бастайды. Лейкоциттердің шоғырлануы біз лейкоциттердің миграциясы деп айтамыз қабынуда. Сосын ол жерде қабыну медиаторлар туындайды, олар ары қабыну процесін күшейтеді. Ауырсыну болады, ісіну болады, қызару болады деген сияқты. Оның барлығы қабынудың белгілері уже. Түсінікті ғой? Бұл жергілікті дамитын патогенез. Келесі осы жергілікті патогенез уже жүйелі патогенезге ауысады. Яғни бұл процесс жүйелі деңгейде ағзаға әсер етіп бастайды, күшейіп бастайды. Бірінші, тері қорғаныштығы нашарлау нәтижесінде ағзаға инфекция түседі. Яғни бұл тері біздің сыртқы қорғанышымыз ғой. Ал күйген кезде ол қорғаныштан айырыламыз біз. Ал ол қорғаныш инфекцияның кіруіне есік.
Содан инфекциялық аурулар дамуы мүмкін, сепсис дамып кетуі мүмкін деген сияқты ауыр инфекциялар түскен кезде. Немесе адамда антибиотикке резистенттілік болатын болса, адамда иммундық жүйе әлсіз болатын болса, одан сайын инфекцияның қаупі өте жоғары. Келесі сұйықтықты жоғалту. Міне қан тамыр өткізгішті тартқаннан кейін ол жерде сұйықтық азайып кетеді, ағзада сұйықтық жоғалады және көпіршіктер пайда болады. Себебі сол күйген аймаққа сұйықтық көп шығарылады. Соның нәтижесінен ағзада гиповолемиялық шок болуы мүмкін. Әрине бұл енді кішкентай жер күйгеннен туындамайды. Біздің ағзамызда уже күйік аймағы үлкен болса, 50%, 60%, сол кезде ағзада гиповолемиялық шок, себебі барлық жерде осы процесс жүреді, өткізгіштік артады. Қанның құрамында сұйықтың барлығы сол аймақтың барлығынан қан тамырларының сыртына шығып кетеді. Бұл кезде қанның құрамында сұйықтық азайып кетіп, бірден гиповолемиялық шок, яғни қанның құрамында сұйықтықтың азаюынан дамитын шок пайда болады екен. Яғни шок деген бұл қан айналымының бірден тоқтап қалуы ғой. Келесі су тұз алмасуының бұзылуы. Бұл да тікелей осы өткізгіштікпен байланысты. Қан тамырда өткізгіштік атқаннан кейін сұйықтық шығады, сұйықтықпен бірге натрий, калий сияқты тұздар да шығып кетеді. Бұл тұздардың шығып кетуінен физиологияны тақырыпты еске түсіреміз. Жүректің, бұлшықеттің жүйке жүйесінің жұмысының бұзылады. Себебі жүректің ырғағы деген бар бізде, натрий, калий, деполяризация, физиологияда біз қозғышындерден тақырып өткенбіз оны. Осы процесс түсінсеңіздер білесіздер, су электрит балансы не үшін керек екен. Сол баланс бұзылады, жүректің ырғағы бұзылады, бұлшықеттердің тоже жұмысы бұзылады, себебі натрий, калий, деполяризация әрекет потенциалы ол жақта да жүреді, мида да жүретін болғасын, осы су тұз балансы бұзылғандықтан мидың неврологиялық бұзылса, жүрек қан тамыр жүйесінің бұзылса, немесе жүрек ырғағының бұзылуы, бұлшықеттердің тырысып қалуы сияқты белгілер пайда болады. Келесі жүйелі қабыну. Бұл тікелей манағы цитокиндерге байланысты. Интерлейкин 1, интерлейкин 6 деген қабыну деген тақырыпты өтесіздер. Біздің курста оқысаңыздар, ол жақта міндетті түрде көресіздер. Сол цитокиндер бүкіл ағзаға қан арқылы тарап, жүйелі қабынуды туғызады екен. Нәтижесінде қабыну пайда болады. Келесі метаболизм. Күйген адамда метаболизм 2 есе күшейіп кетеді. Яғни ақуыздарға, майларға, көмірсуларға деген сұраныс алдыңғыға қарағанда 2 есе артады. Себебі күйген аймақты, яғни күйген аймақ көп болатын болса, ол адам арықтап кетеді. Клиникада көресіздер, реанимацияда көресіздер, мен өзім реанимацияда жүрсем, үлкен аймақпен күйіп келетін болса да, ол уже көп уақыт өтпей тез арықтап кетеді. Себебі метаболизм. Ана күйген аймақты қалпына келтіру үшін ағза құрылысты күшейтеді, құрылыс материалдарын көп пайдаланады. Сол себепті метаболизм күшейіп, ағза өзіндегі бар депода тұрған майы болсын, бәрін пайдаланып, сол жердің орнын толтырып қалпына келтіруге атсалысады. Сол себепті метаболизм күшейеді екен. Сол күйген адамдарда метаболизм күшеюінің есесінен оған біз терапияны жақсы жүргізуіміз керек, тамақтану жақсару керек, құнарлы тамақтарды беруіміз керек, себебі ағзада восстановление, яғни қалпына келу болып жатыр. Жалпы күйік деген осы. Келесі төмен температураның ағзаға әсері, яғни суықтың. Бұл жерде манағы айтқан тақырыптарды жақсылап түсінген болсаңыз, бұл тақырыпты оңай түсінесіз. Яғни бұл жерде тікелей терморегуляциямен байланысты механизмдер. Жалпы төмен температура немесе гипотермия деп айтсақ болады. Бұл жерде негізгі механизм сіздерге түсіндірмес бұрын мынаны айтайын. Қараңыз достар, тағы айтамын. Бізде нормалық температура 36-6 ағзада. Сол нормалық температура гомеостаз, яғни сол нормада біздің ағзамыз тірі, жасушаларымыз қалыпты жұмысын атқара алады. Одан жоғарыласа гипертермия, мана қызу, күйу деген сияқты. Одан төменге қарай гипотермия, яғни суық тию. Енді қараңыз. Логичный, ағзада сырттан ыстық әсер етсе, ағза терілу арқылы, булану арқылы өзін суытып, жоғарылап кеткен температураны 36-ға кеп қояды. Ал керісінше ағзаның температурасы түсетін, яғни сырттан суға әсер етіп температурасы түсіп кетсе, гипоталамус оны реттеуге кіріседі. Қалай? Жылу шығаруды тежеу арқылы. Жылуды сыртқа шығармай, ішкі жылуды күшейту арқылы мана 36-ға қайтадан орнына кеп қояды. Яғни жылуды сыртқа шығаруын тежейді, ішкі жылу өндіруді күшейтеді. Енді қазір сіздер қандай механизм талдайтын түсініңіздер деп ойлаймын. Бұл жерде де компенсация, декомпенсация кезеңдер бар. Дәл манағы механизм сияқты, қызба сияқты. Салқын ауа райы, немесе фактор салқын. Ағзаға әсер еткесін, ол ағзаға бірінші орында біздің миымыздағы қыртысқа әсер етеді. Біздің ағза ол қыртыс оны қабылдағаннан кейін бұл салқынды стресс ретінде қабылдайды. Яғни стресс деген бұл қорғаныш реакция ғой. Адамды өліп қалмау үшін, тірап қалу үшін қосылатын реакция негізі біздің. Ол салқын біздің ағзамызға бізді
өліп қалуымызға тікелей әсер ететін фактор ғой. Демек ол қыртыс бірден сол кезде стресс реакциясына кіріседі немесе қосады. Содан бізде стресс басталады салқын әсер еткен кезде. Стресс бұл симпатикалық жүйенің активтенуі, адреналин гормонының бөлек сөзіне өндірілуі деген сияқты эффектпен көрініс береді ағзадан. Ары қарай гипоталамус активтенеді. Гипоталамуста бізде енді ол датчиктері бар, температураның түсіп жатқанын қарап отыр ол да. Ары қарай ол гипоталамус активтенеді. Гипоталамус активтенеді де ол гипофизге сигнал береді. Гипофиз өзінен ТТГ, АКТГ деген гормондар физиологиясына қарасаңыз, гормондарын өндіріп бастайды. ТТГ тироксиннің өндірілуін күшейтеді, АКТГ кортизолдың өндірілуін күшейтеді бүйрек үсті безінен. Бұл екі гормон ағзаға не істейді? Ағзада ішкі энергия өндіруді күшейтеді. Тироксин ол бүкіл алмасуды күшейтеді. АКТГ бұл бүкіл қордағы глюкозаны шығарып беруге көмектеседі. Тироксин оны пайдаланып жағуға көмектеседі жасушаларда. Түсінікті ғой? Яғни олар қалай? Олар тікелей жасуша ішілік ферменттерді, бауырдағы гепатитистегі ферменттерді, тіндердегі ферменттердің барлығын активтеу арқылы осы метаболизмді күшейтеді екен, немесе іске қосады екен. Ферменттер активтенгеннен кейін жасушаның ішінде энергия түзіледі. АТФ түзіледі, жылу энергиясы түзіледі, протондар, бос протондар түзіліп бастайды. АТФ түзілгесінің бұлшықеттер еріксіз жиырылады. Білесіздер, адам салқын ауада қалған кезде біз қалтырап бастаймыз. Дәл осы механизмнің арқасында ол не үшін болып жатыр екен? Біздің бұлшықеттеріміз осы механизмнің әсерінен еріксіз қозғалысқа енгеннен кейін ол бұлшықет біздің ағзамыздағы үлкен энергия өндіретін ошақ. Немесе бір отопление деп айтады ғой орысша, жылыту жүйесі. Себебі бұлшықеттардың барлығы жиырылса, олар өте көп жылу энергиясын шығарады. Қолымыз күйген сияқты. Енді биохимияда негізі біз өткенбіз. Білсеңіздер, білетіндер бар шығар арамызда. АТФ деген бар, и бос протондар деген бар. Бос протоны бұл жылу энергиясына жұмсалады. АТФ бұл функционалды жұмыстарға жұмсалады жасушаның ішінде. Демек, еріксіз бұлшықеттер қозғалған кезде осы жылу энергиясы, бос протондар көп өндірілуінің арқасында біздің денеміз ішкі температура өндірісін күшейтеді. Түсінікті ғой? Логика осында. Барлығы неден басталды? Мен салқыннан басталды. Жақсылап сызып алыңыздар. Енді тағы бір механизм бұл шеткі қан тамырлардың тарылуы. Терідегі, қолдың ұшындағы, аяқтың ұшында тамырлар тарылып қалады. Сол нәтижесінен салқын тиген адамдар қолдар үйіп бастайды, салқындап қалғандар. Ол қол үйғаннан ол жерде қан айналымы нашарлап, ол жерде үсік болып кетеді, үсік алып кетеді қолдарын. Ісіп кетеді, білесіздер. Не үшін ол қан айналымы нашарлауынан? Ол жерде не үшін периферияда қан тамырлар тарылды? Себебі біздің ағзадағы жылуды сыртқа шығармау үшін қан тамырлар тарылды. Мана қызуда керісінше қан тамырлардың бәрі кеңейіп теріледі адам. Бұл жақта керісінше қан тамырлардың барлығы тарылады, нәтижесінде ағзадан жылу шығарылу тежеледі. Бірақ оның бір жаманы қандай? Егер ол тарылу ұзаққа созылатын болса, ағзада некроз болады. Үсік алудан некроз дамиды, себебі тіндердің бәрі қоректенуден бос қалады, ишемия болады, қан тамырлар тарылуынан шеткі тіндер. И содан саусақтар, құлақ, башпайлар барлығы үсік алып некрозға ұшырайды. Ишемияның салдарынан. Түсінікті ғой? Кеттік. Енді механизм түсінуіңіздер, логикасын түсінуіңіздер, ары қарай дәрежесі. Бұл жерде дәрежесі тікелей басқалардағы сияқты 3 дәрежесі бар: жеңіл, орташа, ауыр. Жеңіл дәреже ағзаның температурасы 32-35 градусқа түскен кезде қосылатын реакция. Діріл, қалтырау болады ағзада. Метаболизм күшейеді, жүрек жұмысы артады. Себебі метаболизм күшейгеннен кейін оны айналдыру керек, ағзаға тарату керек. Екінші дәреже ағза температурасы 28-32 градус аралығында болып кетеді. Ол кезде діріл уже азаяды, жүрек соғуы азаяды, адамның сөйлеу қабілеті нашарлап бастайды. Речь. Себебі не үшін? Себебі уже ағза енді суық ұзақ уақыт бойы ағзаға әсер етіп тұра беретін болса, ағзаның да ресурсы шектеулі ғой. Бұл ресурстың азайып жатқанының белгісі. Себебі ағзада уже сырттан ештеңе түсіп жатқан жоқ. Жағуға. Үшінші кезең, үшінші дәреже ауыр. Ағзаның температурасы уже 28 градустан төменге түсіп кетеді. Бұл уже қалай болады ары қарай? Діріл мүлдем болмайды. Мынада хотя кішкене болды, мынада жоқ. Жүрек соқпай қалады. Тыныс алу толық тежеледі. Яғни ағза өледі. Көрдіңіздер ма? Вот достар. Ұзақ уақыт бойы суықты қалып қойатын болса, адамда ағзасында осындай патологиялық процесс жүзеге асады екен. Егер осы бірінші дәрежеде жылы жерге барып, ол жайғасып, температураның сыртқы температураны реттейтін болсақ, біз ағза қайтадан қалпына келеді, бірақ
мынаған жеткізіп алсақ, бұл енді қайтымсыз процесс. Себебі өлген тіндер, өлген ми өліп қалады, ол аралықта уже қыртыс өліп қалады деген сияқты ресурстың бәрі бітеді. Оны қайтадан қалпына келтіру мүлдем мүмкін емес. Өлген ағзаны тірілте алмаймыз. Келесі бізде электр тоғының біздің ағзамызға әсері. Қараңыздар, жалпы тоқтың екі түрі болады. Тұрақты тоқ деген болады, айнымалы тоқ деген болады. Тұрақты тоқ дегеніміз ол тоқтың бір заряды бар, мысалы аккумулятор. Телефонда зарядтайтын бар ғой, аккумулятор бар. И одан шығатын тоқ тұрақты тоқ. Яғни ол жерден өткен тоқ ағзаға берілсе, ағзаға өтеді және ағзадан шығып кетеді бірден. Оның зақымдануы да аз. Әрине қауіпті, ұзақ уақыт бойы түсіп тұратын болса қауіпті, бірақ тұрақты тоқтың мәні осында. Айнымалы тоқ дегеніміз бұл мына үйдің тоғы. Мысалы, қазір светті өшірем, свет өшеді, қосам, жанады. Кухняның светін қосам, ан жақ жанады, өшірсем, ан жақ өшіп, мына жақ жанады деген сияқты да, тоқ айналып жүріпті. Яғни тоқтың көзі бар келіп тұрған. Ол тоқ бітпейді еще. Ал аккумуляторда ол тоқ жиналып тұр, өтеп, бітеді соны. Тұрақты тоқты. Ал айнымалы тоқ осылай айналып жүре береді. Айнымалы тоқ сол үшін де біздің ағзамыз үшін қауіпті екен. Ол ағзаға өткеннен кейін ол шығып кетпейді. Ол өтіп тұра береді да, адам екі ортада өткізгіштік бір кабель сияқты болып қалады. Түсінікті ме? Айнымалы мен тұрақты тоқтың ерекшелігі осында. Тағы айтамын, тұрақты тоқ өтіп кетеді ағзадан, шығып кетеді. Ал айнымалы тоқ ағзада ұзақ уақыт бойы айналады. Нәтижеге де жазып кеттім, тоқтың кіру және шығу жолдары бар. Бір қолдан кірсе, екінші қолдан шығып кетеді. Егер екінші қол тоқтың шығуына жағдай жасап тұрса, мысалы, бір тоқпен резетканы ұстаймын, бір тоқпен бір темірді ұстаймын. Немесе бір тағы бір адамды ұстаймын. Ол кезде мен тікелей тоқты өткізіп жіберемін. Маған тоқ соғады, екінші адамға да тоқ соғады. Екінші адам тағы бір металл ұстап тұрған болса, оған өтеді. Физикадан білесіз, тоқ өтпейтін металдар бар, денелер, ағаш, мысалы, пластмасса тоқ өтпейді. Тоқ судан жақсы өтеді. Ал біздің 70% судан тұрады. Осы себепті біздің ағзамыз электр тоғын өткізгіш қабілетке ие. Мысалы, құстардың аяқтары қабыршақтанған. Ол қабыршақтану арқасында оларға тоқтың соғуы өте қиын. Ал біздің ағзамыз, мысалы, теріміздің өзі, мысалы, мен дәл қазір алақаным теріліп тұр. Сұйықтық бар ма? Бар. Тоқты ұстасам, маған бірден тоқ өтуге ыңғайлы сол үшін де. Түсінікті ғой? Адам ағзасы сол үшін де бейімеген тоқ беруге. Ағаш, пластмасс деген затпен тоқты ұстап өзімізді қауіпсіздендіреміз содан екен. Тоқты өткізбейтін денелер арқылы. Ал металлмен ешқашанда тоқты ұстап біреуді аман алып қалуға болмайды. Себебі ол тоқ саған ұрады. Металл арқылы металл себебі тоқты өткізеді. Енді физикаға қатты кіргім келмейді. Жалпы логикасы осында. Енді қараңыздар, біздің ағзада тоқтың жүру жолдары бар. Әрине өте көп жолдары бар, бірақ ең қауіпті жолдар мен сізге айтқым келіп отыр. Яғни тоқтың өтетін жолдары. Түсінікті, ағзаға кіріп шыққан кезде соны өтіп айналып өтетін жолдары. Біріншісі ми, жүрек, өкпе, бұлшықет, жүйке. Осы 5 түрлі органнан тоқ өтетін болса, үстінен, осы 5 органнан тоқ өтетін болса, ең қауіпті тоқтың өтуі болып табылады ағзада. Оны қазір не үшін екенін түсіндіремін. Енді қараңыз, тоқтың ұруының тоже жергілікті және жалпы патогенезі бар. Бірінші бұл жергілікті. Тоқ ағзаға берілген кезде тоқтың кірген аймағы, яғни жергілікті. Мысалы, мен саусағымнан ұстадым, осыдан кірді. Саусағым бұл тоқтың кіру аузы. Кірді, кірген жердегі жасушалар өледі, күйеді. Түсінікті ғой, күйіп қалады сол жерде жасушалардың өлімі болады. Тіндерде күйік, егер арғай ол бұлшықетке өтетін болса, бұлшықеттерді қатты жиріп жібереді. Бұлшықеттер бірден қоздырып жібереді. Бұлшықет өзі сондай бір тітіркендігішке жауап беретін қозғыш тіндердің бірі ғой ағзамыздағы. Жүрек, жүйке жүйесі, бұлшықет бұл негізі қозғыш тіндер. Ол қозғастырушы фактор әсер еткен кезде ол бірден жиырылып қалады. Жиырылған соншалықты біздің сүйектерімізді сындырып жібере алатындай бұлшықетте күш бар тоқтың әсерінен. Осындай эффект береді, жергілікті. Ал күйік манағы біздің күйіктің патогенезі дәл сондай. Ешқандай ерекшелігі жоқ. Келесі, енді жүйелі әсер.
жүйелі жүрек қан тамыр жүйесіне, яғни ол саусағымнан кірді, ол сол жердегі жол арқылы менің жүрегіме барады, жүрегіме өтеді. Жүрегімде бірінші орында ол аритмия шақырады, жеңіл түрінде, немесе жүректі тоқтатып тастайды, жүректің жұмысын тоқтатып тастайды, тоқтай. Себебі ол жүректе не бар? Жүректің өткізгіштік жүйесі бар, физиологиядан білесіздер. Келесі тыныс алу жүйесі. Мына жерде өкпе деп айттым. Не үшін? Тыныс алу жүйесіне ток тікелей диафрагмаға, тыныс алуға қатысатын қосымша бұлшықеттерді жұмысына әсер ету арқылы, немесе тежеуіп тастау арқылы соларды тыныс алуды тоқтатып, апноэ. Сол адам науқас өліп кетуі мүмкін адам. Келесі жүйке жүйесі. Енді жүйке жүйесі ол тағы айтамыздар. Физиологияда біздің физиолог курсында қозғыш тіндердің тақырыпты мен ең бірінші қылып қойғам. Ол жерде қозғыш тіндердің тақырыпты 3 тақырып бар, 4 тақырып бар да. Өте маңызды тақырып. Ағзада қозғыш тіндер өзі санаулы, көбіне. Жүрек, бұлшықет, жүйке, ми. Міне, ми ол тікелей сол үшін электрді өткізеді өзінен. Ол жерде егер жүйкеден өтетін болса, ол парез, паралич, комаға алып келуі мүмкін. Яғни мидың жұмысын толықтай бұз жүруі мүмкін. Толықтай адамның миындағы бүкіл орталықтардың барлығы жұмысын тоқтатып тастайды, тоқтың әсерінен. Енді бұның барлығы импульс қой, импульстың барлығын бұзып жібере алады. Келесі бұлшықеттер. Енді бұлшықеттерді зақымдайды, тікелей зақымдайды тоқ, себебі маңдайып жіберіп жібереді, миоциттерді зақымдап жібере алады, жарық тоқ деген. Нәтижесінде миоциттердің ішіндегі миоглобин қанға түсіп, краш синдромы сияқты бүйректі барып бітеп, жедел бүйрек жетіспеушілігіне алып келуі мүмкін. Келесі электролиттік дисбаланс. Енді өткізгішті тағы айтамын, тағы сол физиологияға қайтадан барамыз. Қозғыш тіндердің тақырып, әрекет потенциалы деген тақырып физиологиядан естеріңізде болар. Бұлшықет болсын, жүрек болсын, жүйке жүйесі болсын, натрий, калий, деполяризация деген ұғым бар. Натрий мен калий ауысуының арқасында бұлшықеттерде болсын, жүректе болсын, жүйке жүйесінде импульстар таралады. Бұл сол тікелей электролиттік дисбалансты шақырады. Соның нәтижесінде аритмия дамиды, соның нәтижесінде жүйке жүйесінде бұзылыстар болады деген сияқты. Түсінікті? Достар, жалпы тоқтың ағзаға әсері осылай жүреді екен. Мен сіздерге мына жерге фото қалдырамын. Тоқтың ағзаға кіру және шығу жолдары туралы. Соны бір көріп шықсаңыздар, қолдан бірінші жолдан екінші жолға, бірінші жолдан екінші аяққа деген сияқты, аяқ арқылы шығып кету деген сияқты. Мынаны ұмытпаңыздар, кіру және шығу жолдары. Егер тоқтың кіретін жері болып тұрып, тоқтың шығатын жері болмаса, мысалы сіз резервтің ұстайсыз, аяғыңызда резиновый, құрғақ, етік, тоқ ұстайсыз, сізге тоқ өтпейді. Тоқ саусағыңыздың басын күйдіріп жүру мүмкін, жергілікті, себебі тоқ қой. Бірақ ол сіздің денеңізге өте алмайды. Себебі сіздің денеңізге өту үшін оның шығатын жері керек. Шығатын жеріміз тоқ сізге соқпайды. Тек жергілікті зақымдаумен шектеледі. Ал тағы бір металды, бір бұйымды көлікті ұстасаңыз, немесе суға барып қолыңызды тигізсеңіз, ол тоқ сізден тікелей судан жерге өтіп кетеді. Түсінікті? Бұл тоқтың физиологиясы, физикасы. Достар, осымен жалпы физикалық біздің ағзамызға әсер ететін факторлар аяқталды. Бұл тақырыптың жалғасы бар. Инфрақызыл нұрлар, ультразвук, иондауыш сәулелер, рентген нұрларының ағзаға әсері өте үлкен тақырып бұл. Бұл тақырыпты осы жерден аяқтаймыз. Бұл тақырыптың жалғасымен патофизиология деген біздің курс бар. Сол курстың ішіне салып қоятын боламын. Сол жерден толық ары қарай көре аласыздар. Негізі осының өзі де сіздерге сабақ айтуға жеткілікті, осының өзімен шектеледі негізі көпшілік универлер. Бірақ мен ары қарай енді сіздерге группадан ерекшелену үшін, көптің бірі болмау үшін мен сіздерге ол жаққа толыққанды ақпарат беретін боламын. Ол жаққа кіріп қамтысаңыздар болады өздеріңізді. Бізде патофизиология курсы немесе физиология, биохимия, фармакология, анатомия сияқты курстар бар. Енді көбіне осы 4 курсқа бізде айлық доступтар бар. Айлық доступ деген 1 айға доступ алсаңыз болады, 5 айға доступ алсаңыз болады, 3 айға доступ алсаңыз болады, немесе 1 жылдық немесе мәңгілік доступтар ала аласыздар. Төменге сайт қалдырамыз. Міне патофизиология курсының тақырыптары, осы жердің тақырыптарын көріңіздер. Енді бұл тақырыптың барлығын сіздердің силабустарыңызбен сәйкестендіріп мен өзім жасаймын. Өзім авторымын сол курстың. Кіріп қатысуға кеңес беремін. Семестр басталды ма, қазірден бастап GPA-ларыңызды көтеріп, сабақ қиын болып жатқан болса, артық ақпараттарсыз, нақты тек қана без воды дейді ғой, етті ақпараттан барлығын сіздерге бергенбіз ол жерде. Кіріңіз, өтіңіз, Инстаграмға өтіңіз, мен Инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыз. Ол жақта біздің студенттердің кейстері бар. Сіз сияқты студенттер 195 деген балалар алу арқылы повышкаға шықты.
стипендияға ауысты, GPA-ларын көтерді деген сияқты сіздің де қолыңыздан келеді. Егер қиын болып жатса осы курсқа тіркелуге шақырамыз сізді. Себебі бұл патофизиология өте маңызды ғылым. Сонымен қоса физиологияңызды, биохимияңызды, фармакологияңызды дамытуға болады. Барлық ақпарат сайтта берілген, сайтқа өтіңіз. Назарыңызға көп рахмет. Келесі сабақтарда көріскенше сау саламат болыңыздар.